вообще? Пошла нахуй, поняла? Ты кто такая? Жала жабу ма, қалай ойлайсың? Білмеймін, қыздар темасы. Өзі де шешіп алсын. Темасына жауып, қыздарға қарап. Осы күн қажет жоқ. Жоқ, негізі мынандай да, егер адам мен адам ұрысып қалсаң да осы эфирде далаға сыртқа шығып, бірге тамақтанып жүрмеңдер, бір-бірлеріне әңгімелеріңді айтпаңдар. И сосын ренжісіп, өйстіп бір-бірлерімен ұрысып отырады уақыт. Білмеймін, жаламай, шынбай. Мынандай бір ақиқаты бар, мынандай шекесіне шығып кетіпті деп ше. Әзілдеп отырмын, Мен оған шық деп айттым. Бұл кісіге тиіспеңіз. Бұл кісіге бір адам келеді, дәу. Болды. Әлі ашуланып отырсың ба, Арай? Әрине, ондай сөзге невозможно. Мен негізі өзім бір көңіл күйім түсті ма, до конца түсетін адам. Мен екі жүзді болып, мас болып, қазір қабағым түйіп, артынан күліп отыратын адам емеспін. Білмеймін, өзімді барынша тырысып жатырмын күлуге, но не поможет. Не айтасыз? Көрсе қызарлық қой. Бұрын жігіттерді отырып, қыз қыздар көшіп қалады сондай іс-әрекетке. Әр жігітке бір жазып, сыйлық алып, соған мәз болып жүре берді қыз. Үлгейіп жатыр, Нұрсұлтанмен танысып жатыр, Ерланмен бір әңгімесі бар деген сияқты. Не болды мойынға? Анау Мамбетова келіп, мені өзінше сөйлесеміз деп, нормально сөйлесеміз деп шақырды, одан кейін айқайлама айтып, маған қол көтерді. Айза сені қылқындырды ма? Иә, қылқындырды. Она первая ударила. Вот если бы не ты, то мы бы с ней дальше подрались. Я пойму, что